Семейде мүмкіндігі шектеулі жандарды жан-жақты қолдау мақсатында түрлі шаралар іске асуда. Солардың бірі Невзоровтар отбасылық мұражайында қолға алынды. Кедергісіз мұражай деп аталатын жоба шеңберінде мәдени ошаққа келетін құлағы нашар еститіндер мен біз сияқты өздігінен жүріп тұра алмайтындарға қолайлы жағдай жасалды. Қанатқақты жоба Қазақстанда тұңғыш рет қолға алынып отыр. Мұражайдың біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасымен бірлескен жобасы арқасында бірнеше жеңілдіктер пайда болды. Мәселен, құлағы нашар еститіндер арнайы аудиогид бағдарламасы орнатылған планшеттерді қолданып, кез келген картина жайлы ақпарат тыңдай алады. Ал есту қабілетінен мүлдем айырылған жандар үшін сурда аударма жасалған бейнефильм ұсынылған. Мұражайдың кіре берісінде өзігінен жүріп тұра алмайтын адамдар үшін мынандай арнайы үшті мониторлар қойылған. Ол арқылы жоғары қабаттарға көтерілмей, осы жерден кез келген өнер туындысын тамашалауға болады. Елбасы жолдауында айтып жатыр, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолжетімді, қолайлы орта қалыптастыру керек деп. Бұл мәселемен тек қана мемлекеттік органдар ғана емес, халықаралық ұйымдар, мемлекеттік емес ұйымдар барлығы шұғылдану керек. Мұндай жеңілдіктердің пайда болғандығына мүмкіндігі шектеулі жандар шексіз риза. Бұрын есту қабілеті нашар, әрбір адам мұражайға келгенде қиындыққа тап болатын. Енді кедергісіз мұражай жобасы бұл бөгеттерден арылтпақшы. Очень понравился. Бұл жоба маған өте ұнады. Осы арқылы мен көптеген суретшілердің шығармашылығымен танысуға мүмкіндік алатын болдым. Өзім де сурет салғанды өте жақсы көремін. Ал мұражай қызметкерлері болса, мүмкіндігі шектеулі жандарға қалтқысыз қызмет көрсетуге толық мүмкіндігіміз бар дейді. Қай коллекция, қай картиналарды алсақ та қарап көріп, оны дұрыс терең қабылдауға мүмкіншіліктері өте қиын болды. Біз қазір бізге келген мүгедек адамдарға біздің коллекцияны толығымен көрсетуге мүмкіншілігіміз бар. Мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдауға бағытталған шара жалғыз болған емес. Қаладағы халыққа қызмет көрсету орталығында да кедергісіз ақпарат жобасы қолға алынды. Онда мүгедектерге арналған орындық, үстелдер, мүгедек арбасы қойылды. Есту қабілеті төмен жандарға арналған дыбыс зорайтқыш, нашар көретіндер үшін электронды ұлғайтқыш орнатылды. Сондай-ақ мүгедек жандарға арнайы мамандар қызмет көрсетеді. Ержан Жақып, Серік Нұртазинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.